Есімім Мағжан Қыстаубаев. Мен Америка Құрама Штаттарында инженерлік мамандық бойынша білім алып келдім. Пенсильвания штатында Penn State University, яғни Пенсильвания мемлекеттік университетінде 2016 жылы бітіріп, елге оралдым. Оралғаннан бері қазір Назарбаев университетін бітірдім, магистратурасын физика мамандығы бойынша, және сонымен қатар STEM орталығында жұмыс жасаймын. STEM деген ол аббревиатура, яғни ғылым, технология, инженерия және математика бойынша. Балаларды инженерлік мамандыққа баулу, ғылымға деген шабытын ашумен айналысамыз. Енді мысалы қандай қызықтар болды дейтін болсақ, Америкада оқығанда бір қызықтардың, ол ең бірінші менің түсінгенім оқу білім беру жүйесінде. Мәселен, Қазақстанда мен болашаққа кеткенге дейін Қазақ ұлттық университетінде 2 жыл білім алдым. Сол жерлерде жалпы Қазақстанда баланы бағалау қалай жүреді? Мұғалім айтады: Қыстаубаев, мен саған 5 қойдым дейді. Америкада ондай еспейсіз. Америкада Қыстаубаев, сен 5 алдың дейді. Яғни осы жерден тіптен бағаның өзін айтудың ерекшелігі қандай? Мұғалім сізге 5 қояды, болмаса сіз өз еңбегіңізбен 5 аласыз. Осы жерден үлкен білім беру жүйесінде өзгерісті байқауға болады екен. Ең бірінші байқағаным сол болды, және де енді ол біреу жаман, біреу нашар, біреу жақсы емес, әртүрлі. Маған қаттырақ ұнағаны Америка Құрама Штаттарындағы. Енді неге өйтетін болсақ, себебі ол жерде мен өз біліміммен бітіріп, өзіме лайықты баға ала білдім. Сондықтан да ана жерде болған жоқта Қыстаубаев, жарайды, мен саған 5 қойдым деген сияқты. Қыстаубаев, сен 5 алдың деген сияқты болды. Енді болашақ маған не болып келеді дегенге, бізде мысалы балалармен пәтер жалдап тұрдық. Америкада оқығанда сол жерде Wi-Fi-дағы біздің пароліміз «Рахмет, саған болашақ» болатын еді. Сондықтан оны бәрі біледі, мысалы Пенсильванияда оқыған жігіттер, қыздар. Сондықтан шынымен де болашаққа үлкен рахмет, ол үлкен мүмкіндік берді. Яғни былай аналогия келтіретін болсам, рогатка болмаса катапультаны тартқан нәрсе сол болашақ болды. Ал мен соның ішіндегі снаряд болдым. Мені тартты да жіберді, сонымен қазір жоғарыға ұшып бара жатырмын. Осы болашақтың арқасында. Сондықтан халқыма рахмет, осындай бағдарламаны жүзеге асырып, салық төлеудің арқасында бүкіл еліміздің ата-анама рахмет, оқып бітіріп келіп, қазір елге қызмет етіп, балаларды оқыта алып жатқан мүмкіндігіме.